Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Бану Қуанышқызы. Құлсары қаласы тұрғынымын. Құлсарыда туып өсіп, орта білімді 20-ші мектептен аяқтап, Атырау қаласындағы Дүтбаев колледжіне оқуға түсіп, 2013 жылы тәрбиеші мамандығын алып шықтым. Құлсары қаласында әсем Жауқазын балабақшаларында тәрбиеші болып қызмет етіп, тәжірибе жинап, қазіргі таңда 18-ші мектепте шағын орталық тәрбиешісі болып қызмет етудемін. Отбасылы 3 баланың анасымын. Балаларым өнер саласының студенттері. 11 жылдық баламен жұмыс жасау еңбек тәжірибемде бала психологиясын жетік меңгеріп, әр бала жеке тұлға, әр баланың деңгейіне сай әртүрлі қадам жасалу қажет екенін ескере отырып, өз іс тәжірибемдегі нәтижелі әдіс тәсілдерімді қолданып келемін. Нәтижесінде сөйлеу қабілеті төмен, тілі түсініксіз, анық емес, қабылдауы жай балалармен Монтессори әдісін қолданып, дамытушы ойын құралдары және ұсақ қол моторикасын дамытуда жармалармен жұмыс жасау арқылы балалардың тілдері анық шығып, белсенділік артып, жақсы нәтиже көрсетті. Қазіргі таңда ата-аналардың өтініші мен сұранысы бойынша 2 баланы оқытып дамытудамын. Негізгі басты мақсатым балалардың тілдерінің шығуында кедергілері бар, анық сөйлемейтін, балабақшаға бармайтын, ортаға бейімделмеген, телефонды көп қарағаннан қимыл қозғалыстарын тежеп, денсаулығына зиян тигізіп отырған балалардың көп екенін ескере отырып, өз әдіс тәсілдерімді қолдану арқылы Монтессори жармалармен, түрлі дамытушы ойын құралдарымен оқытып, сауықтыру шаралары арқылы қимыл қозғалыстарын арттырып, жан-жақты дамытуға көмектесу мақсатында өз орталығымды ашып, кәсібімді бастағым келеді. Және де біздің оқу орталықтың бір ерекшелігі, баламен үйде отырған аналарға тиімді, қолайлы болуы үшін, мысалға аналар емханаға, үйірмелерге, орталықтарға баратын кезде бала қарайтын адам болмаған жағдайда біздің орталықтың көмегіне жүгіне алады. Біздің орталықта бала оқып, ойындар арқылы дамып, өз уақытын пайдалы әрі тиімді өткізетін болады.